тура Рамазан айының ортасына да келіп қалдық, Алланың қалауымен. Бүгінгі айтайын деп тұрған тақырыбымыз пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның әулетінен болған сол кісінің ұрпақтарынан дегенде, ол кісі жиен жағынан ұрпақтар еді ғой, жиендер жағынан. Сондай бір кісі бар екен, Мұхаммед ибн Али әл-Бақыр деген. Алла разы болсын. Сол кісі былай деп айтқан екен өзінің перзентіне: ей балам, Алла тағала үш нәрсесін үш жерге жасырған дейді. Бірінші, разылығын құлшылыққа жасырды дейді. Сондықтан ешбір құлшылыққа немқұрайлы қарама. Сенің мән бермеген құлшылықта Алланың разылығы жатуы мүмкін дейді. Мысалға, біз мән бермейтін құлшылықтардың қандай түрін білеміз? Көшеде кетіп бара жатқан кезде тас жатыр, ағаштар жатыр, тікенектер жатыр. Оны алып тастау құлшылыққа жатады. Ал бізде оны көп адам оған мән бермейді да, менен де басқа бір адамдар бар ғой, солар ала берсін деп біз мән бермеуіміз мүмкін да. Көшеде соның себебімен мысалға біреулер кетіп бара жатып, соны машинасымен басып бірдеңеге ұшырауы мүмкін. Немесе сол тас атып басқа біреуге зиян беруі мүмкін. Мысалы, көп адам білмейді. Машинасымен кетіп бара жатыр, бірден газды қатты береді да, анау дөңгелек бірден қатты айналған кезде жерді шашып жатқан тасты артындағы көлікке ұра ма, ұрмай ма мысалға? Ұрып қанша оның терезесін талқандаған жағдай бар. КамАЗда көп кездеседі ғой. Оны анау кетіп бара жатқан адам білмейді да ғой, оны шындап білген кезде. Міне сол сияқты ана кішкентай ғана бір нәрсені, бұл кішкентай деп ойламау керек, тек қана үлкен сауапты амалға ғана жүгіріп қана қоймастан, адамдар мән бермейтіндей бір кішігірім болса да, бірақ ол да құлшылық етті. Мысалы, біреу сізден келді де жол сұрады. Біліп тұрмыз, сұрап тұрған жолын айтып жіберуге біліп тұрмыз, бірақ ерінемізде білмеймін дей саламыз. Бірақ жол сұраған адамға жол көрсетуде біліп тұрған адамға ол құлшылық болатын мысалы. Одан кейін екіншісі, Алла тағалам қаһарын, өзінің ашуын күнә іске жасырды дейді. Сол үшін де ешқашан ешбір күнә істі кіші немесе елеусіз деп ойлама дейді. Өйткені сенің кіші деген күнәңнің астында Алланың қаһары болуы мүмкін дейді. Мысалға, темекі күнә ма, күнә емес пе? Темекі күнә. Оны біздің ғұламаларымыз харам деп 1979 жылы бүкіл әлемдегі мұсылмандар жиналған. Қазір ұмытып отырмын. Египетте жиналды ма екен, Пакистанда жиналды ма, әйтеуір бір мұсылман мемлекетінде жиналып. Египетте ма? Сол жерде отырып, бүкіл ғұламалар бір ауыздан келісіп, бұл темекінің харам екенін фәтуа қылған болатын. Жаңағы біріншіден ақшасы ысырапқа кетіп жатыр, екіншіден денсаулығын талқандап жатыр, үшіншіден темекі шеккен адамның қасында отыратын болсаң, қасындағы адамды денсаулығын талқандайды екен, шекпесе де. Сондықтан осы үш мәселеге қарап, оның харам екенін ғалымдар фәтуа беріп қойған. Бірақ адамның көзінше темекіні не қылып отырады? Шегеп отырады. Бала шағасын кейбіреу үйдің ішінде, кейбіреу өзінің жұмыс істейтін мекеменің ішінде шегіп тастайды. Мысалы, кейбір мекемелерге кірсең, темекі сасып тұрады. Кәдімгідей сасып кеткен ананың бөлмесі. Бірақ ана адамның өзі білмеуі мүмкін, кірген адамды жиіркендіреді мысалға. Бірақ ол өзі оны күнә деп есептемеуі мүмкін. Немесе күнә болса да бір кішігірім күнә деп ойлап қалуы мүмкін да мысалға. Бірақ сол анау кішкентай ғана нәрсе ғой деп ойлауы мүмкін, бірақ осы жерде осы нәрсе Алла тағаланың несін тудырайын деп тұр? Қаһарын, ашуын тудырып. Сол үшін тозаққа кетіп қалуы да әбден мүмкін. Мысалға айтайық, Пайғамбар заманында бір әйелді айтқан, ол кісі тозақы болды деген. Сөйтсе адамдар таң қалған, оның намазы қандай керемет, істері қандай керемет деген кезде бір мысықты қамап аштан өлтірген үшін. Бір мысықты қамап аштан өлтіріп қойған. Бірдеңесін жеп кеткен ана мысық. Сөйткенде ашудан қамап қойған, ештеңе бермей аштан өлтірген. Ал оның түнгі тұрған тахаджуды, күнделікті оқыған 5 уақыт намазы ол әйелге жәрдем бермеген. Ана ол мысыққа, итке тамақ бермеймін деп аштан өлтірудің өзі кішігірім күнә емес екен. Ол да бір тозаққа лайықты болатындай істерден болып қалады екен. Үшіншісі, Алла тағала өзінің сүйген құлын
мұсылмандар арасында жасырды дейді. Сондықтан да ешбір мұсылманды өзіңнен төмен санап менсінбей қарама. Өйткені сенің менсінбей қараған мұсылман Алланың ең сүйікті құлы болуы әбден мүмкін дейді. Пайғамбар саллаллаху заманында да болған осындай нәрсе. Ол кезде құлдық дәуір бар еді, ол кезде. Анау мысалға айтайық, Билал деген қара нәсілді кісі болған. Өзі құл болған. Кейін ислам қабылдап мұсылмандардың арасында жүрді. Bir günü Abu Sufyan Müslüman kafirlerin başçısı, үлкен лауазымды адам, өте сыйлы адам. Олар сол сыйлы адамдар отырған жерде құлдар отыруға болмайды екен да, сондай заң болған екен да. Бірақ исламда жоқ ондай нәрсе. Мысалы кейбір мықты байлар бар, өзінің алып жүрген шопырын барған жерінде қасына отырғызып қояды. Кейбір байлар бар, өзінің есік алдында істейтін жұмысшысын мен бірге отырып тамақ ішеді мысалы. Анау мұсылман еместер өзін жоғары санайды екен да. Сонда жаңағы бір күні Абу Суфиян кеп қалса, кешегі құл кейін ислам қабылдап азат болған, бірақ пайғамбар саллаллаху қасында отырып, пайғамбардың қасында отырып тағы да өзі жымың-жымың етіп мәз болып отыр. Сол кезде Абу Суфиян келіп айтады: "Ей Билал, жүдә ризасың ғой, жүдә бақыттысың ғой сен" дейді. Сол кезде Билал айтады: "Ей Абу Суфиян" дейді, "сен де бақытты болуға болатын еді" дейді. Бірақ оған сені жібермей тұрған тәкаппарлығың ғой дейді да. Анау нетпей тұр да, өзінше менсінбей тұр ғой. Сені жібермей тұрған тәкаппарлық қой дейді. Сондықтан Алла Тағалам да мынандай рахымдылығы мынандай екен. Әшейін бір адамдар елемейтін бір нәрсені істеп қалса, Құдай разылығы үшін Алланың рахымы сол жерде түсіп кете салуы мүмкін екен. Мысалы бір таң намазына қалмай жүргеннің өзіне Құдайдың рахымы түсіп қалуы мүмкін. Болмаса көшеде жатқан бір тас алған кезде Құдайдың рахымы түсіп қалуы мүмкін. Немесе керісінше сонша жақсылықтар жасап келіп алып, бір болмайтын бір күнә істеп Құдайдың қаһарына ұшырап кетуіміз де әбден мүмкін екен. Сондықтан біз қай жерде Құдайдың рахымы түсіп қалатынын білмегендіктен барлық жақсы амалдарда жарысуға әрекет жасаймыз. Барлық жамандықтардан қашуға әрекет жасаймыз. Сол үшін де Алла Тағалам мынау мұсылмандардың жиналғанын, мұсылмандардың бірігіп жамағат болып тұрғанында береке бар деп жатқаны, сол жерден бір-бірінен жақсы қасиеттер үйрене бастайды, жақсы нәрселер үйрене бастайды. Бір-бірінен жаман нәрсенің дұрыс емес екенін жирене бастайды деген сияқты. Ал біздің қоғамда сөзіміздің соңында айтарымыз, біздің қоғамда әлі де болса мұсылмандардың абыройының төмендігі бар. Неге деген кезде көшеде адамдарымыз темекі шегіп тұра береді. Көшеде адамдарымыз арақ ішіп тұра береді. Ал бұрынғы мұсылмандардың уақытында, біздің анау бабаларымыздың уақытында көшеде темекі шегу емес, көшеде арақ ішу емес. Рамазан айында христиандардың өзі айтады екен: "Ей балдарына, көшеде күндіз су ішіп, нан жеп тұрмаңдар, ана мұсылмандар ораза ұстап жатыр" деп балдарына христиандар ескертеді екен. Ал біздің дәрежеміздің төмендігі сол, өзіміздің мұсылмандар Рамазан айында темекі шегіп, көшеде бір сауапты амал жасап тұрған адам құсап, бір керемет бір қасиетті адам құсап, анау сөйтіп тұрғанын көрген кезде, бұл біздің әлсіздігіміз ғой дейміз да. Біз анадан көреміз ғой. Анау жігіт слаб екен ғой, ораза ұстаса болады, денсаулығы бар екен ғой темекі шегетіндей. Бар денсаулығын қайтып құртсам деп темекі шегіп тұр ғой деп ойлаудың орнына, бұл біздің әлсіздігіміз. Мұсылмандардың әлі де болса абыройының төмендігі екен ғой деп ойлаймын мен өз басым. Құдай Тағалам елімізді аман қылсын, жұртымызға тыныштық берсін, мына мұсылмандардың абыройын күшейтіп, саналы, сапалы мұсылмандар көбейіп, одан кейін келетін ұрпақтар елдің діннің қызметінде аянбай жасайтын ұрпақтарға үлгі өнеге болуды нәсіп етсін. Аллах Тағалам келесі Рамазан айына да аман есен жетуге нәсіп ете көр. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.